Сәлем достар. Бүгін сіздермен жалпы тоқудың құралдарымен танысатын боламыз. Тоқыма тоқығысы келетін әрбір қыздарға менің каналыма тіркеліп, және подписация бөліміне подписка жасап кетулеріңізді сұраймын. Жаңадан каналым ашылып жатыр. Қазір тоқу деген жалпы тренд қой. Әркім өзіне өзі ұнаған қалаған затын тоқып алуға болады. Болмаса, оны бизнеске айналдыруға болады. Тоқудың өте оңай тоқу деген. Мына бір бездері арқылы тоқуға болады. Болмаса спица арқылы әркім өзінің қалауын тоқуға болады. Қазір спица арқылы, біреулерге спица ұнайды, біреулерге крючок ұнайды. Крючок деп аталады бір біз. Мысалы, мен өзім осы бір бізбен тоқығанды қатты ұнатамын. Әртүрлі заттарды шығаруға болады, және өте ыңғайлы. Көздерің шығып кетпейді деген сияқты. Мен өзіме ұнайды осы бір бізбен тоқыған. Спицамен де тоқимын әрине, бірақ онда бір бізбен тоқу енді өзі ерекше дүние сияқты. Жалпы тоқудың өзі бір психологиялық жағынан немесе мидың демалу жағынан өте пайдасы көп. Әркім тоқып білгені дұрыс деп ойлаймын. Енді ең басында осы біздермен танысайық бірінші сабағымызда. Мынау спицы тросы бар. 5 біз, тап осындай. Әрбір біздің номері болады. Номерогы болады. Мына спицалардың да бір біздің де крючоктың да өзінің әрбір нөмірі бар. Мысалы, 7-ші нөмірлі крючок. Более қалың заттар тоқуға әрбір жіптің өзінің қалыңдығына байланысты таңдап аламыз бұлардың барлығын. Әрбір бізді немесе спицаларды әртүрлі бала бермейміз, әрбіреуінің өзінің номері бар жіптерге сәйкес. Мысалы, мен сіздерге қазір жіпті көрсетейін. Мына жіпті алатын болсақ, мына жіптің аты Alize Lanagold Classic. Өте атақты және жақсы жіптердің біреуі, бюджетный жіптердің біреуі. Мысалы, мына жіпті алдық дерік, бұл жіппен әртүрлі заттар шығаруға болады. Шапка тоқуға болады, күртеше тоқуға болады, кардиган тоқуға болады, носки, әртүрлі заттарды шығарып беруге болады. Бұның вообще құрамы мына жерде жазылып тұрады. Жіптің құрамына қараймыз ең бірінші. 50% акрил. Акрил деген бұл жіпті, мына жіпті көріп отырсыздар ғой, кішкене пушистый, жаңағыдай объемный қылып көрсетеді. Ол акрил. Сосын жерде жазылып тұр 49% шерсть дейді. Шерсть деген жүн. Яғни 49% жүн бұл жіптің. Сосын қарайтынымыз мына 100%-ке 240 метр көрсетілген. Бұл жіптің плотностына да қатысы бар. Метражы. Егер 100 метрға 350 болып тұратын болса, мына жіптен әлде айда ол жіп жұқа деген сөз. Егер 100 метрға 100 метр, 100 метрға 120 метр десе, яғни мына жіптен ол жіп қалыңырақ. Жіп таңдаған кезде, сайт арқылы алатын болсақ, жіп таңдаған кезде шатасып қалмайық. Ожидание реальность болып қалмасын деген сияқты ғой. Сосын, мына жерде жіптің этикеткасын обязательно оқу керек. Бұл жерде жазылып тұрады міне. Крючокпен тоқитын болсаңыз, бұл жіппен 3 және 4,5 мм крючок аласыз. Ал егерде спицамен тоқитын болсаңыз, 4 және 6 нөмірлі спицамен тоқуға жарамды. Осылай етіп қарап аламыз. Және де мынандай жіп алған кезде барлық жіптің өзінің номері мен калоры болады. Мысалы, калоры 584. Lanagold 584. Егерде бір қандай да бір заттарымызға жетпей қалып жатса, бұның нөмірін білген жөн. Мысалы, бір затты бастадыңыз тоқып, бірақ жібіңіз жетпей қалып жатырса, тап осындай жіпті қайтадан алу үшін нөмірін білу керек. Мына цвет сәйкес екен деп болмаса басқа түрін алып қойсаңыз, екеуі бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Себебі түстердің барлығы бір-біріне жақын болады, кейбір түстер. Сол себепті шатасып кетіп өте оңай. Бұл менің бірінші алғашқы видео болып табылады. Себепті тек бүгін жіптермен және де крючокпен бізбен танысуды жөн көрдім. Ендігі сабақтарда қалай
бастап тоқимыз, қалай жіпке бізге жіпті өткіземіз, көздерді қалай аламыз, сол туралы өтетін боламын. Бүгінше осы. Менің каналым ұнап жатырса, лайк басып, комментарий қалдырып, және подписаться бөліміне өтіп, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Көріскенше.